Мен бір рет организатор боламын. Апай көр. Организатор берші. Жоқ, Организатор. Ай, болды. апай өзі болады. Организатор көр. Апай. Апай қайда? Апай жоқ міне. Апай кірді. красотка екенсің. Апай кірді. Қайсы? Нарқыз красотка. Секіріп. Апай қайда? Апай. Барыспаймыз дейді. Гүлназым Апай қайда? кірді. Ей, организатор беріңдерші. Умандаши. Апайдың өзінде тұр ғой. Апай өзі организатор. Болды. Апай несі күттіңіз? Апай звугыңыз өшіп Апай тұр. звук- Звугыңыз шықпай тұр. Шықпай тұр. Апай дауыс өшіп тұр. Звук. Оқушылар, так, ренжімейміз менде, ана жақта сет ұстамай жатыр. Апай, бір Так. сіздің экран көрініп тұр. Ананда оқысаңызшы. Апай екі экран көрініп тұр Апай менде. қатылады, апай. Хорошо, қазір бетонды реттеймін. Пожалуйста, подождите. Үлкен болып кетті уже. Енді көрінді ме қараңдаршы оқушылар? Иә, көрінді. Жоқ, Апай, екеуі қатарласып тұрсың. әлі екі экран. Қатар болып тұр ма? Хорошо, қазір дұрыстаймын. Так, енді ше. Менде қатады. Давайте. Айтайықшы, давай енді. Кезек-кезекпен айтайық. Кезекпен сөйлейміз, давайте. Аха, айта ғой. Анель айта ғой, давай. Кезекпен тыңдаймыз. Бір-бірімізді тыңдап үйренеміз. Оқушылар бір-бірімізді тыңдайық. Аха. Менің хоббиім үш неден тұрады. Біреу көркем сөз оқу, және би беру, және Аха. футбол ойнау. Вау. Давай көркем сөз оқып бересің ба маған қазір? Апай, Болмаса келесі айды оқып кел, иә, дайындалып, иә? Иә. Баламыз өнерімізді көрсетейік. Хорошо. Тогда Анелі тыңдадық. Енді кім айтқысы келеді? Айта ғой, айт. Айтыңдар. Апай мен айтайын. Тише. Айта ғой. Інжу. Мен айтай берейін ба? Аха, айта бер. Аха, не істегенді жақсы көресің? Сен хоббиің Менің қандай? екі хоббиім бар. Менде тоже Аха. өлең оқу. Ну, короче, и дзюдо. Вау, күшті. Аплодисменты. Жантөре айта ғой. Жантөре. Мен айтайын, апай, мен айтайын. Айта ғой, Аймұхамед. Апай мен Аймұхамед айта ғой. Менің Айта хоббиім ғой. бар. Сыйламаймыз. Апай, мен Айта, тұр. кезекпен айтайық. Қазір айтып отырамын өзім. Аймұхамедқа дауысымды ашамын, сен ғана сөйлейсің. Так, Аймұхамед сөйлей ғой. Менің хоббиім, біріншісі Аха. хоббиім. Екі хобби бар, біріншісі футбол, Аха. екіншісі ММА. Аха. Вот. Так, мына жақта футбол бар ма екен? Мен қойдым екен. Футболға кейін айтамыз. Футбол сосын ММА. Спорт. қандай? ММА. Эма? ММА дегенше. Ол не? Ол не? Сондай Түсінбеймін, мен спорт бар білмеймін. Спорт, сен спортпен айналысқан жақсы көресің ба сонда? Жоқ, андай, басқа спорттың қандай? бір түрі ғой. Футбол команда бар ма сенде? Жарысқа шығасың ба футболдан? Мектепшіліктен барайын деп жатырмын, мектептен. Вау, күшті, молодцы. Саған удачи. Тағы да басқа қандай хоббиларың бар? Тек футбол ғана ма? Сосын болды. Болды ма? Все, Аймұхамед. Рахмет, көп-көп. Так, енді кім? Мен қазір айтам, өзім қосып отырам. Так. Алуа сұрап жатыр екен менен. Так, Алуа айта ғой. Алуа айта ғой. Алуа. Дауысым естіп тұрмын ба? Аха, айта ғой. Екеуім бар. Аха, айта. Біреуі Иә. волейболмен айналысады, және де би. О, бимен? Бимен, иә. Аха, мен де волейбол ойнаймын. Волейбол деген жақсы ғой негізі, иә. Аха. Иә. Ешкім сонда кітап оқымай ма, тамақ пісірмейсіңдер ма сендер сонда, қыздар? Абай уақыт жоқ қой, сабақ оқып отырмыз. Кухняға жақсы емеспіз ба не қыздар? Кухня. Тамақ істемейсіңдер ма? Андай нелер істеп, там десертики,
Мен де сондаймын, негізі істей алмаймын еш нәрсе. Мен тоже сондай. Так, басқа не айтасың, Алуа? По-моему, Өзің биден, жайлы. мен биден шықтым ғой осы сабақ үшін. По-моему, биден Аха. 3-4 жарысқа барып Всё. тастағам. Алматыға, О, Астанаға. медальдар бар ғой сонда, иә? Чемпионатке. Жетістіктерге Иә, жеттің бар. ғой, иә? Биден, иә? Аха. Бар. О, икемді екен ғой. Болды, все, уже бидіңді көреміз, құдай қаласа, иә? Келесі активитет Ой, билет апай. берсең. Давай, көрейік Ой, та апай, өнерлеріңді. қойшы. Келесі Қойсын, апай. активитетде, хорошо, дайындамыз. Ой, апай. Келесі активитет, Алуа бізге билет береді. Болды, все, Алуа. Дайындаламыз. Так, Алуадан кейін кім? Кенесары айта ғой. Кенесары. Менде хоббиім Кенесары футбол қалайсың? ойнау, Аха. Қобызда ойнау? домбырада ойнау, футбол ойнау. Домбырада ойнағансың ба, Кенесары? Иә. Аха, давайте келесі активитет бізге домбырамен ойнап берсең. Мамға домбырам деген менде емес. Келесі активитеде, келесі аптада домбырамен сенен Жат, клип бір көрем. неме күй шығарып Болды. келем сізге. Болды, апай. Уәде ғой, иә, Кенесары? Иә, уәдем. Окей, болды. Күтеміз тогда сенің нені, домбыранды. Басқа немен айналысқанды жақсы көресің, Кенесары? Басқа ма? Аха. Жатқанды, сурет сағанды. Болды. Жатпаймыз, демалмаймыз. Аха, көп осындай нелерге қатыса беріңдер. Басқа не айтасың, Кенесары, өзің жайлы? Болды ма? Все? Болды, осы ғана. Аха, рахмет. Так, Гүлназымның звугын ашам. Гүлназым айта ғой. Апай, естіліп тұр ма дыбысым? Ау, Дыбысым естіліп тұр ма? иә, айта бер, Гүлназым, қалайсың? Сенің хоббиің қандай екен? Білейікші, мына жақта бар ма екен сенің хоббиің? Кітап оқисың ба, үй жинайсың ба, ән айтасың ба? Мен негізі үй жинаудан жоқпын. Немен айналысқан жақсы көресің, хоббиің? Тамақ істеу. Ау? Тамақ істеу. О, тамақ істейсің, Гүлназым, молодец. Дұрыс көмектесіңдер үйіндегі ата-аналарына, аха. Сурет салу. Вау, сурет салу күшті. Сосын, дәл не істейсің? Анандай болмай ма? Бисерлерден бір нәрсе істеп, сондайды ұнатам. Достармен де дұрыс болмай. Қазір күте тұрыңдар. Реттеп жіберейін. Қазір, аха, мен қосып жіберейін, мына жақтан. Аха. Айта ғой, Гүлназым. Менікі видео. Аха, айта ғой. Күте тұрыңдар. Сурет салу, анандай болмай ма? Бисерлерден істеп. Айт, көрініп тұр ма, оқушылар? Жазып жіберіңдерші. Бисер істеу дегендер ұнайды. Дауысың бірақ жай естіліп тұр, Гүлназым, сенде. Менікі сөйтіп естіледі, әйтеуір. Білмеймін. Все хорошо. Гүлназым, рахмет. Енді келесі кім айтқысы келеді? Келесі кім дайын? Мен қазір мына жақта реттеп аламын, менде что-то сеть слабый болып жатыр ғой. Оқушылар ренжімейміз, мені лақтырып жіберіп жатыр мына жақта. Қайта. Так. Мен сайтын көрмей қалдым сендерге. Көрініп тұр. Көрініп тұр ма сайтым? Так. Неге мынандай болып тұр менде? Мен түрім көрініп тұр, иә? Так. Подождите, оқушылар, мен реттеп жіберейін аны. Так, кім айтқысы келеді дальше? Так, поделиться. Ойбай, неге? Так, подождите, берем қазір, күте тұрыңдар. Мына жаққа ауысып кеттім анау. Менің видеом қосып тұр ма? Так, мен кезекпен келатырмын негізі. Так, Сымбат па? Сымбат қосылды, айта ғой. Қош келдің, Сымбат, тағы да. Қалайсың? Сағатсызбай. Менің хоббиім волейбол ойнау. Менің хоббиім волейбол ойнау болды басқа. Ойбай, Алуа, подожди. Так, Алуа, айта ғой. Менің бір хоббиім бар, мен только волейбол ойнаймын и болды. Сабақ
Қазақ тілі Осы мен екеуі қазақ ғана ма? әдебиеті. Я волейбол. О, Қазақ керемет, тілі рахмет. Так, қазақ тілі мен қазақ әдебиеті ғана емес енді. Соларды жақсы оқимын. мхм. Хорошо, болды, все, рахмет, көп-көп. Келесі Айзерені қосам. Айзере айта ғой хоббиіңді. Так, аха, Айзере қосылды. Саламат апай. Самат. Менің хоббиім Қандай ролик айдау. хобби сенде? Мен барлық біліп жүрейін. Менің хоббиім волейбол ойнау и ролик айдау. Аха, все, рахмет. Так, келесі еніліктен сұрайық. Осында полный звуктарын ашам, я? Өйткені уақыт шектеулі, уже 1 сағатта барлығына үлгеруіміз керек. Так, енік айта ғой. Так, оқушылар. Так, басқа, так, общий звук қосайыншы. Жамырамаймыз бірақ, я ма? Так, полный қосылды. Апай, бір зат Айта- айтайын тағы. Апай. Я, айта қойыңдар. салғанға көрсетейін бе? Бола. Аха, молодцы, керемет. Көрсетейін бе? Ал, Неге 1 сағат, 2-3 сағат болмайды неге? Апай, мен ауылдан қазір көреміз уақытқа қарай, я? 9-ға дейін жалғастыруға тырысам. Апай, мен де тағы күшті боламын ғой еще. Күшті. Так, Апай, мен Апай, мен ауылдан Ой, апай. Уже жасқа барайын деп жатырмын мен де. Апай, қоя саласың. айтыңдар, я, айтыңдар. Бір-бірлерін тыңдап біліңдер. өшіре салыңызшы апай микрофонды. Тише. Микрофон өшіре салыңызшы апай. Ужас. Болды, өшірем. Өшірем, все, тыңдандар. Дальше продолжаем. Мен барлығымен біразымен таныстым. Енді келесе тағы да сұрайтын боламын хоббиларында. Вот осында негізі основном әр адамның өзінің хобби болады, я? Мен, например, хоббиім кітап оқу, үй жинау, арасында суретке түсу, арасында там билеу сияқты менде де хобби бар. Әр адамның өзінің ұнататын хобби бар. Давай дальше продолжаем. Сосын бізде спорттық нелер бар, я? Көріп тұр ма мен нелерім? Сообщениелерім көріп тұр ма? Слайдым, оқушылар айтып жіберіңдер. Көрініп тұрса? Аха, все, тогда продолжаем. Бізде спорттық клубтар өте көп, я? Вот, осындай несінде мен келтірдім біраз қазіргі спорт түрлерін. Негізі спорт деген адамға керек нәрсе, я? Ол кезде денен шынығады, бір жағынан денсаулығың мықты болады. Сол сияқты волейбол, суға жүзу, футбол, дзюдо, карате, там не жақта қандай бокс, неше түрлі үйірмелер бар, теннис. Сол сияқты кім немен айналысады, жазыңдаршы мына жаққа. Мен көріп отырмын. Хорошо, хорошо. Ау, бекарыс. Қандай спорт үйірмелеріне қатысқыларың келеді больше? Осы жақта мен осыны күшті ойнаймын деген адамдар болады. Давайте жазайықшы. А то ашам қазір не істейміз. О, болып кетеді. Волейбол, сымбат волейбол деген. О, уже 3 жыл болды дейді. Ай, көркем, молодцы. Футбол дейді. О, Анел футбол ұнатады екен, я? Хорошо, бекарысқа саған айтып, дауысымды не берем? Звук берем. Так, бекарыс. Так, басқаларын айтқыларың келмей ма? Сөйлегілерің келмей ма? Өздерің туралы 1-2 сөйлем айтып таныстырсаңдар. Айта ғой, бекарыс, сен тыңдап тұрмын мен. Менің хоббиім сол футбол ойнау. Жазбаймыз. Аха, еще? Осы 2 апта бұрын школьный лига ыстығында. Я? Самоскаче, мини-футбол. 5-5. О, футбол. Футбол прям күшті ба? Я 2 жылдан 2 жыл. И потом Бізде жақында футбол болды. бізде Реал Мадридпен. Аха. Мен Реал Мадрид командасына Қатар. Барлығымыз көрдік қой, я? Біз сол командалардан, группадан 2-ші орын болышта, сосын облысқа еттік. И облыстан барлық команда атып қатып бар ғой, финалда атып қалдық қой.
Аха. Мен екінші орын алдық. Ойбу. Яков футбол деген біраз ойнайды ғой. Мен өзім футболды ұнатпаймын. Ондай волейбол можно. Так, Бекарыс, басқа не айтасың сен? Сосын мен мамама көмектескенді ұнатамын. Аха, вот, бүгін мамаларына көмектесіңдер, аха. Бүгін мысалы мамаммен үй жұмысын жасадым. Есте айтсам. Апай қайда? Апай қайда? Сосын дальше Бекарыс. Иә, сол бүгін мамам екеуміз сол үй жұмысын істедік. Аха, я. Болды ғой, я? Тағы кім айтқысы келеді? Маған жазыңдар чатқа. Мен апай, мен деп айт. Осы мен звуктарын ашамын. Апай өзін танайтшы, апай. Менікі Бір ба? адам таңдаймын. Иә, бір адам таңдайтшы Ау. мен тосын сіз. Звук қосарсыз. Хорошо, давай, я. Аха, айта ғой. Апай маған Талғат қызы Анель түсті. Сызбаймыз. Талғат қызы Анель деген шығарсаңыз. Типа көзін жұмыс Всем істеген привет, сол. бізде бүгін активити болып жатыр. Бірінші бақсы. Болма, осылай. Осындай жасадым. Сызбаймыз. Неге сызбатырмыз? Сызбаймыз. Өшіреміз, өшір. Қазір қосам сендерді. Так, кім таңдадың? Бекарыс. Ал Анельді қосаймыз ба? Анельді тыңдаймыз ба? Иә, тыңдайық. Бекарыс. Өшіріңдер. Аха, так, болды. Бекарыс, рахмет саған. Так. Анель. Анель, сөйлей ғой. Кел, сені тыңдап тұрмыз. Сөз кезегі өзінде. Анель, айта ғой. Хорошо, қазір Сұңғат сені қосам, Елнік сені қосам, е? Подожди. Так, Анель, айта ғой. Саған мен бердім разрешение. Анель. Ты тут, Анель? О, 32 оқушы. Это же достижение. Круто. Так, Анель. Алло. Алуа, сен айттың ғой. Аймұхаммед сен айттың. Так. Ашам бәлін жамырайын деп тұрсың. Жазбаймыз, өшіреміз. Давайте жазыңдаршы болмаса. Ау, айта беріңдер. Кім сөйлеп жатыр? Сұңғат сен ба? Хорошо, Елнік Гүлназым сенен сұраймын. Дайын отырыңдар. Аха. Айта бер, аха, тыңдап тұрмын Сұңғат. Қалайсың? Қалай жағдайың? Жақсы. Неге қамыз оқушылар? Аха. Давайте, аха, айта ғой. Қандай хоббиің сенің? Қандай нәрсені ұнатасың? Хобби үй жинау, тамақ істеу, тағы да футбол, тағы да Үй жинайтын плавание. Сұңғат сен? Жоқ, андай. Вау, күшті ғой, сіз жүзіп болса. Жоқ, если үйде ешкім болмаса, тағы да плавание. И хоббидан тағы музыка. Вот, қарандаршы Сұңғат уже неше түрлі нәрсені хобби бар екен, неше түрлі жүзеді, үй жинайды. Футбол? Осындай 7 қырлы болу керексіңдер, оқушылар, жігіттер, қыздар. Вот үй жинайды екен. Үй жинап көмектесіңдер. Жігітпін, ой, мен жинамаймын деп мамаларына көмектесіңдер. Ыдыс жууға, үй жинауға. Хорошо. Так, Сұңғат тыңдадым, рахмет көп-көп саған. Енді мен қосайын Айдинаны. Так, Айдина.
дегендер осылай арасына шығып кетіп жатырмын. Так, қазір қосайын. Так, кім артықсы? Қазір Айдинаға айтамын. Айдина, сені қосам. Подожди. Секунд. Айдина айта ғой. Саған мен бердім разрешение. Таптырмын. Айдина, привет. Қалайсың? Жақсы апай. Менің хоббиім волейболмен айналысу, де сурет салу. Тағы да не істеген жақсы көресің? Осы екеуі ғана ма? Үй жинауды. Апай, және Қазір Тайыр қосам. Тайыр, Каусарка күте тұрыңдар, иә? Осыдан кейін сендер. Ол осы ма? Болды ма? Айдина, тағы да басқа не айтасың? болды. Айт. Все. Рахмет. Аймұхамед, жоқ, шықпайсыңдар. Шықпаңдар. Қай жер қызық емес, мен ренжіп қаламға сендерге. Мен сендер үшін слайды дайындап. Күте тұрсыңдар, станцияқта. Қазір күте тұрыңдар. Каусарге, так, Тайыр саған берейін. Қазір подождите. Енді екі оқушыны тыңдайық, сосын ары қарай дальше продолжаем, хорошо? Ойындар ойнаймыз. Станцияқта шамалы. Так, Тайыр сөйлей ғой. Шықпаңдар. Тайыр айта ғой. Тайырды қос. Саламатсың ба? Хорошо, қазір қосам. Айта бер, тыңдап тұрмын, Тайыр сені. Тайыр айта ғой. Қазір еріне қосам сені. Тайыр сөйлесе болса. Тайыр. Ұялма деп жатыр. Так, оқушылар. Қазір соңғы ендікті тыңдайықшы, сосын мен ары қарай дальше продолжаем. Үлгермейміз. Ау? Апа, мен хоббиім Так, енлік айта ғой. Енлік. Менің хоббиім сурет салу, волейбол ойнау, үй жинау. Жазбаңдар, өшір бәрін. Айта бер, Енлік. Менің хоббиім сурет салу, волейбол ойнау, үй жинау, ән айту. Все, хорошо. Молодцы, Енлік. Тогда күте тұрыңдар, енді мен дауыстарын жабам. Айтатын нәрселерім бағана айтылып кеткен біраз нәрсе. Так, оқушылар сосын бізде білесіңдер, уже нешқа кіталға уақыт жақындап қалды. Сол үшін де өз-өздерінде аямаймыз. Аз-аздан үздіксіз деген ұранды есімізге сақтаймыз да, тынбай оқимыз, ерінбейміз, ұйықтамаймыз. Сосын қыдыру, кетіп қалу, үйірме дегендерді қысқартамыз. Хорошо? Осы бастан оқымасақ, ертең сендер нешпен кіталға түсе алмайсыңдар. Ашығын айтқан кезде нешпен кіталға бұндай деп ойнап жүретін, қыдырып жүретін балдар бармайды. Ол жаққа білімі бар, мына жерінде бір нәрсесі бар. Осы жоғарыдан шығады-ау, білімі осыны шешеді-ау деген оқушылар ғана түседі. Сол үшін де осы бастан ерінбейміз, дедлайнды орындаймыз, орындамай жүргендер, уақытылы кіріп, уақытылы шығамыз. Так, енді оқушылар, дайынбыз ба ойын ойнауға? Так, ашайын. Дайынбыз ба? Мен звуктан ашам. Жамырамаймыз. Так, дайынбыз ба оқушылар? Апа, чоза ойын, Давайте, Біз ответ беріп отырамыз ба, или кірейміз ба? шуламаймыз. Тек білетін оқушылар ответ беріп отырамыз. Біз тыңдаймыз, шуламаймыз. Артықтыбыз. Дұрыстайықшы. А только жауапты сайын дыбыстарын бастаймыз. Жай сөйлейін, дұрдай жамырамай. Бір айтамыз. Мама, рахмет.
Жамырама. Оқушылар қолдарымыз көтереміз сосын. Жайнап кетті. Так, дыбыстарын жауып тастадым. Мен қазір ойын ойнатам. Жауаптарымызды чатқа жазып отырамыз. Хорошо, мен қарап отырам. Все, кеттік, тастаймыз ойынды. Кім шығып жатыр? Мен барлығын қарап отырмын. Так. Дайын болсақ, мен полиция етемін. Так. Опа. Сейчас. Ой. Где же? Так. Көрінді ма оқушылар сендерге? Оқушылар, жазып жіберейікші. Көрініп тұр ма сендерге тақта? Аха. Кеттік, тогда начинаем. Бұл ойынның сыры. Так. Қойып шығамыз. Маған ответтерін беріп отырыңдар. Мен қой. Бір елі ауызға жауабы қандай болады? Аха, екі қақпақ точно ма? Давай қойып көрейік. Ой, дұрыс емес қой. Оқушылар, не болды сендерге? Так. Келесі ойнаймыз, қатысамыз. Мен сендерге дайындадым ғой ойынды. Так, 30 тістен шыққан сөз қандай болады? 30 елге тарайды. Так, көрейік. О, молодцы, дұрыс. Аха, келесі. Бір кісі қазған құдықтан. Так, қандай? Күлгін. Осы деп ойлайсыңдар ма? Давай, көрейік. О, аха. Так, білгенім 1-9. Сызбаймыз. Өшіріп тастаңдар. Аха. Қандай біріншісі ма? Кім неше не болады? Білмегенім 99 ба? Көрейік. Кеттік. О, дұрыс. Молодцы. Кеттік. Алтау ала болса ауызақ кетеді. Әрі қарай. Кім, не ол? Қандай? Осы деп тұрсыңдар ма? Алтау түгел болса, тексеріп көрейік. Дұрыс емес қой. Оқушылар. Все, бітті. Рахмет қатысқандарына. Келесі ойын ойнаймыз. Келесі ойын рационал сандарға байланысты болады. Өшір тастаңдар беттерін, не нау сызғандарын. Өшір, бәрін өшір. Мен сіздерге сіздеп айтқан жоқпын ғой. Не істеп отырсыңдар сендер? Өшір барлығын. Хорошо. Так, келесі. Хорошо, мен дауыс қосам, бірақ жамырамаймыз. Өшір ананы. Өшір тез. Кім сызып отыр? Өшір тез. Удалите. Все. Қазір тоқтатып тастаймын, активитеті қатыспаймыз. Оқушылар деймін. Өшір. Дауысты ашам. Дауыстарымды ашам, бірақ жамырамаймыз. Хорошо? Жамырау жоғынан. Так, так, сейчас подождите. Так, жамырамаймыз. Аштым. Иә. Дұрыс. Так, кеттік, бастаймыз. Кеттік. Дұрыс. Дұрыс. Кез келген бүтін сан, натурал сандар жинның элементі. Дұрыс или бұрыс? Ойлам жауап берейік та. Кез келген бүтін сандар жинына тиісті.
Дұрыс. Қандай? Дұрыс емес. Дұрыс қой. Кез келген рационал сандар жиынына тиісті болады. Қайсы дұрыс или бұрыс? Дұрыс. Дұрысты көрейік. О, дұрыс, молодцы. Дұрыс. Екеуін ақ жауап берді. Рационал сандар жиынына тиісті. Молодцы. Браво. Келесі ойын адасқан әріптер. Апай қашан бітеді? Апай, бір адам таңданышы жамырап кеттік қой. Қандай сөз? Математика. Жазайықшы. Математика. Болмаймыз. Дұрыс. Опа, математика. Дальше. Идеально. Келесі. Сфера. Сфера дегеніміз не? Жер бетінде сияқты. Аха. Атмосфера. Мен бірінші айттым ғой. Балдар шығып жатыр, апай. Ау? Балдар шығып жатыр. Азаймаймыз. Кезек-кезекпен сөйлесеміз. Кезек-кезекпен. Тише. Апай, жауап тастапшы. Подождите. Мен дауыс жауап тастаймын, сосын сұрап отырамын барлықтарынан. Қайсысын білесіздер, соны жауап бересіздер. Аха. Так, кеттік. Қандай сөз? Кім қолын көтеріп сол жауап береді? Кәне, кім біледі жауабын? Сұрайық Кенесардан. Айта ғой, Кенесар қандай сөз? Қандай ма? Кенесар айта ғой. Қандай сөз мынау? Қандай сөз мынау? Барлығымыз бірге? Қандай? О, И, Р, П, Д, П, Е. Қандай сөз? Жақында өткен? Период. Аха, дұрыс. Молодец. Бағланға 10 бонус береміз. Қазір көрейік, дұрыс па екен, период па екен? О, құтты болсын маған 10 бонусын. Так, дальше. Так. Одан кейін қандай сөз? Кенесар. Сұңғат, давай. Апай естіліп тұр ма? Я, қандай сөз мынау? Дөңгелек. Жазбай. Дөңгелек. Көрейік тексеріп сондай ма екен? Қазір. Дөңгелек дегеніміз не? Анықтамасын айтамыз, тапқан сөздің анықтамасын айтамыз. Не ол? Ол не дөңгелек деген? Анықтамасын айта қойшы. Апай есімде болады. Хорошо, все. Дальше. Так, надо кім айтады? Так, Аймұхамед айта ғой. Так, кім? Аймұхамед айта ғой. Сан ба, көріп тексер. Сан. Так, сан дегеніміз не? Анықтамасын берші. Жазбаймыз, жазбаңдар үйтіп. 1, 2, 3, Не ол сан? Хорошо. Келесі қандай сөз? Айта қойшы сен. Сан оңай болды. Мынау қандай сөз болады? Айнамалы. Жазбаңдар. Айнамалы. Айнамалы. Дұрыстабай, ойлан. Жоқ. Қандай сөз? Жазбаймыз. Жазбайсыңдар. Жазбаңдар. Аймұхамед?
Айны. Жазбаймыз, сендер айттым ғой, жазбаймыз деп. Аха. Айнымалы дегеніміз не ол? Апай айнымалы деп айттым ғой. Айнымалы. Айнымалы дейтін андай бит Сен дұрыс айтқан жоқсың ғой маған. Қате айттың ғой. Айнымалы дедім ғой апай. Жоқ, айнымалы деген ондай нәрсе емес. Болды, все. Хорошо, Аймұхаммед. Келесі оқушы. Қамужа. Аха. Так. Жоқ. Апай, мен Так. ба айта берейін ба? Тише, айтпайсың. Жоқ, болды, все, Аймұхаммед. Сызба, өшіріңдер, өшір. Сымбат айта қой. Так, Жылдамдық. Жылдамдық дегеніміз не ол? Тез, бір затты тез жасау, тез істеу. Аха, жылдамдық, аха. Өлшем. Дальше кеттік. Я, аха. Кеттік. Дальше. Қандай сөз? Период па, период. Пропорция. Так, Көбейхан айта қой. Меніңше апай. Қандай сөз? Пропорция. Көрейік, тексеріп тыңдай ма екен? Апай математикаға байланысты мынау. Иә да? Я, математиканың анықтамалары ғой. О, молодцы. Дұрыс. Так, келесі. Так, болды. Пайыз. Өшіріңдер. Так, барлықтан қосайыншы мен звуктарында. Бірінші орын. Аха, қостым, айтыңдар. Шыламаймыз бірақ. Апай пайыз болады. Пайыз деген Пайыз. Молодцы. Пайыз дегеніміз не екен? Келесі. Уақыт. Уақыт деген бір сан. Ламандардағы. Тауық дегенде келеді апай. Қалай жауаптыңдар? Ой, тыныш. Жамырамаңдар. Шамырамаңдар. Кезекпен бірге айтамыз. Теңдеу. Жарайды әпке. Теңдеу. О, молодцы. Екі сөзіміз қалды. Аха. Мынау қандай сөз? Натурал. Натурал. Келесі соңғы неміз сөз. Мынау қандай? Береміз барлығын, берем. Жарайсыздар. Бітті. Апай? Келесі ойнауымыз ба? Математика. Апай, мен шығам. Бітпейді әлі. Бастаймыз. Қандай сұрақ мынау? Бәріне ортақ ең күшті еселік. Апай, бұны ойнамай-ақ қояқшы. Апай, мен шығам, замырап отыр, шығам мен. Тише, неге өз-өздерін несеп жамырап? Сіздік танытпасаңдар. Адам қайтан шыға еді. Болды, все, тынышталыңдар. Кино көрейікші апай. Шығам деп. Мен шығам. Так, оқушылар. Так, неге жамырап кеттік? Неге жамыраймыз? Так, қазір мультик қосам, күте тұрыңдар, я? Подождите. Дайындап алайын.
Мультик бірге көреміз, сосын айтамыз, иә, қандай мультик. Хорошо? Демаламыз. Демалып, қазір мультик қосамын мен сендерге. Подождите. Бірге мультик тамашалаймыз. Так. Ой. Тынышталыңдар, оқушылар шығып кетпейміз. Мен қазір тауып алайын. Шығып кетпейміз. Сонда мен айтам, Ниш пен Кталдың рейтингтарын. Қазір. Шықпаймыз. Шықпаймыз, ешқайсымыз, аға. Жоқ, көрмейміз ондайда. Қазір ашып алайын мен. Оқушылар шықпаймыз. Тауып алдым, қазір ашылсын. Так. Дайынбыз ба? Кеттік. Көрініп тұр ма? Оқушылар сендерге. Ой. Көрініп тұр ма, оқушылар? Аймұхамед, отыр, тыныш, шықпаймыз. Ой, сеттен дұрыс болмай жатыр ғой. Ренжімейміз. Так, сеть. Хорошо, қатып жатыр, я негізі. Так, пока бүгін көрмейміз. Енді қосылды ма? Хорошо, нарғыз қосып көрш. Көрсек қосып. Түш, артық кетпейміз. Неге өйтіп ұрсып жатырмыз? Так, басталды. Көреміз. Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер. Қош келдіңіздер. Қиял ғажайып ертегілер әлеміне дегім келеді. Бісміллә, Алланың сәлемі болсын деп бастаймын. Қанекей менің ақылды ботақандарым. Жақсылап жайғастыңдар ма? Ертегі тыңдаймыз ба? Иә. Ал ендеше, бүгін мен сендерге өте бір әдемі қызық ертегі алып келдім. Тыңдайсыңдар ма? Ата, ол ертегі не туралы ертек? Ол ертегінің аты бастадық. Кеттік. Ертеде жақсылық пен жамандық деген екі дос болыпты. Күндердің бір күнінде екеуі аттарын жүгендеп, жол азығын түгендеп жолға шығады. Сөйтіп, тоқтамастан бірнеше күн жүреді. Жамандық өз азығын кемдеп тосады да, жақсылыққа былай дейді: менің азығым таусылды,
Жазбаңдар. Аштан өлмесем болды. Сонда мейірімді досы. Келе ғой, екеуміз бөлісіп жейік. Деп өз тамағымен бөліседі. Сөйтіп жүріп екеуі жақсылықтың да бар азығын жеп тауысады. Жоқ. Қомағай жамандықтың Қазір мен сұрайын тағы да сіздерден, мазасы тыңдаңдар, қашып. Ол мейірімді досына: біздің азығымыз таусылды. Менің қарным ашты. Мен аштыққа шыдай алмаймын. Жаяуда жүрге жарамайым. Сенің атыңды сойып, соны азық қылайық, дейді. Жақсылық досына жаны ашып, атын сойып беріп, өзі жаяу жүреді. Бұл етте таусылуға жақын қалар. Жамандық бұның еш пайдасы тимес. Тыныш отырамыз, Деген көреміз оймен барлығымыз. жақсылықты Қазір жапан сұраймын далада ендерін. жалғыз тастап кетеді. Кино жоқ. Жалғыз қалған жақсылық арып ашып, әбден қалжырап келе жатыр. Кім жазды? Айдаладағы бір үйге кезіген. Ішіне кірсе тірі жан жоқ. Бірақ Мына сөзді кім ортада жазды? ысылған Өзгертеміз. улы қазан қайнапты. Ол бұл не қылған тамақ деп саусағының ұшымен дәмін татып көреді. Үйдің төбесіне шығып жатады. Бір кезде арыстан, түлкі, қасқыр шүйге кіріп, Көреміз шөу тамаққа мультикті. отырады. Сызбаңдар. Соң әрбір өзінің көрген білгенін айта бастайды. Бірінші болып түлкі сөйлейді. Пәлен деген тоғайда алтын көмілген. Мен күнде соны қарауылдап жүрмін, депті. Сонда арыстан: ал мен болсам, пәлен деген башын күнде бір жылқысын жеп кетем. Тыныш. Оның ешбір жүйрік аттар маған жете алмайды. Жететін бірақ тайы бар, бірақ оны ешкім білмейді. Бай мені ұстаған адамға бір үйір жылқы беремін деп жарысы алыпты, депті. Сонда қасқыр тұрып былай депті: ал мен пәлен деген байдың бір тоқтысын қарауылдап жүрмін. Бұл байдың науқастанып жатқан қызы бар. Кім-кім қызын жазса, бай оған қызымен қоса байлығының жартысын беремін деп Қазір өдеді. сұраймын мен сендерден. Не түсінгендерін айтыңыздар. Әлгі тоқтының бауырын жесе жазылады, депті. Жақсылық бұлардың әңгімелерін естіп алып, таң атысымен жолға шығып, олардың айтқан нәрселерін айнытпай орындап, байлыққа кенеледі. Жылдар өтіп, айлар өтіп, жақсылыққа киімі өрім-өрім, әбден азған, тозған, ұсқынсыз Сызбаймыз демай, Мұхаммед. Бұның баяғы өзін жапан далада Мұхаммед, шығарып жүремін сені. Маманы звондаймын қазір. Саған сөздерін көрсетем. Әрең таниды. Сызбаймыз, болды, қойындар. Опасыз деген құлыным жақсылыққа жамандық жасайтын адам. Әрі сатқындық, екіжүзділік. Бұл мұсылман адамға мүлде жат қасиет. Сондықтан ақылдыларым, сендер бұл жаман қылықтан барынша аулақ болуға тырысыңдар. Жарайды, аташым. Жамандық мүләйімсіп: жақсылық жанау, мен саған жамандық қыламын деп осындай халге түстім. Сен маған енді жәрдемдес. Бұл дәулетті қайдан тапқаныңды айтшы, депті. Сонда жақсылық: атан қызы Сызбаймыз. таспен атқанда аспен ат Отырыңдар деген. тыныш. Сен маған жамандық істегенмен, мен саған жақсылық істеймін, деп өзінің бастан өткен оқиғасын айтып береді. Сосын: сен қазір Шықпаңдар қазір, рейтингті айтам. алдыңнан Не бір шықпен үй жалған. шығады. Ол үйдің ішінде асулы бір қазан ет тұрады. Бірақ сен ол етті жеме. Тек саусағыңның ұшымен дәмін татта, үйдің төбесіне шығып жат. Сонда түлкі, қасқыр, арыстан келеді. Сен олардың әңгімесін тыңдай бер. Олар кеткеннен кейін естіген сөздеріне орай әрекет етсең, сен де байлыққа кенелесің, дейді. Жарайды, дейді де баяғы лашыққа барып кіреді. Жақсылық айтқандай, қазан толы ет асулы тұр екен. Қызығып кетіп, шыдай алмай: мына бір жілігін жейші, деп еттен жеп, сорпасынан да 5-6 рет ұрттап алыпты. Сөйтіпті де үйдің төбесіне шығып жатыпты. Бір уақытта түлкі, арыстан, қасқыр шөу күркеге кіреді. Түлкі тамақты көре сала:
ойбай, мына еттің жілігі жоқ. Айша, Омыртқасы сызға жоқ, деймін. Болды ғой, сорпасы қойсаңдаршы. Біреу жепті, дейді. Сол кезде Қой, сұңғат Айша. жамандық тыпырлап кетеді. Оны естіп қойған Сізді шығарып жіберемін түлкі, екеулеріңізде. осы Бонустарын күртісіне азайтамын. түсінші, сонда бір бәле бар секілді, депті. Шөй төбеге шықса, жамандық жатыр екен. Олар жамандықты бас салып ұстап алыпты. Сөйтіп, жақсылық жақсылығынан өмір сүріп, мақсат мұратына жетіпті. Жамандық жамандығынан қолға түсіп, қор болыпты. Аташым, таспен атқанда аспен ат деген не өзі? Балам, бұл деп Так, оқушылар, жаңа мультфильм көрдік. Не түсіндік? Ойларыңызды айтайықшы. Так, мен звуктарымды ашам. Не түсіндік? Мен жаңа сендерге мультфильм қостым ғой, жақсылық, жамандық дегенді. Маған айтып беріңдерші. Не түсіндік? Не түйдіңдер мына мультфильмнен? Хорошо, Айшаға мен дауыс берем. Барлығымыз кезек-кезек айтып шығамыз, иә? Так. Айша, айта ғой, не түсіндің? Бір күні жаман мен болыпты. Олар екеуі жолға шығады екен. Одан кейін олар көп жүреді екен да, одан кейін жаманның тамағы таусылады. Одан кейін жаман жақсыға айтады екен. Айша, жоқ, сен не түсіндің сонда бұл неде? Жақсылық пен жамандық қайсысы негізі прям күшті? Қайсысын сен мысалы, например? Ол бізге керек нәрсе ме жамандық деген? Жоқ. Не түсіндің сен? Мен түсінгенім, көрдің. менің Жақсы түсінгенім, адам не істейді екен болашақта? Жаман адам сонда не болады екен болашақта? Соны салыстыршы маған. Қазір кезекпен айтасыңдар, алуа. Кезекпен қазір айтамын. Аха. Айша, ойланып ал, иә, сосын қосам сен звугыңды, хорошо? Нұрдәулет айтамын дейді. Қазір Нұрдәулетті қосам. Аха, ойланып ал, сосын айтасың соңғы. Так, Нұрдәулет. Айта ғой, Нұрдәулет. Апа, мен бұл мәтінде түсінгенім, сен жаман істесең, сені ол жақсылыққа апармайды. Себебі заманның алдында бір қауіп төнеді. Және де жақсы істесең, әрдайым сенің қолың ашық берекелі адам боласың. Себебі біз бағана көрдік, заманның әрекеті дұрыс болмады. Себебі ол жақсы адамның сөзін тыңдамай, және де оны алдап кетті. Және де мен бұл ертегіде түсінгенім, әрдайым жақсы іс және жақсы сөйле деген мағынаны білдіре аламын. Аха. Так, не қосылып кетті, не қосып атсыңдар, оқушылар? Қазір Айзере қосам. Молодцы, Нұрдәулет, ойына көп-көп рахмет. Осылай ойларында ерге жеткізуді үйреніңдер, ма? Қазір қосам, барлықтарында айтасыңдар. Аха. Так. Айдина айта қойшы. Айдина айта қой. Айдина. Айдина, айтсай. Так. Айта қой. апа, мен ба? Айта қой, аха, айта қой. Апай, апай, бұл менің мультфильмде түсінгенім. Мысалы, өмірде бумеранг деген нәрсе болады. Барлықтарын айтасыңдар. Күтіңдер, барлықтарынан сұрап шығам. Бумеранг деген нәрсе болады ғой. Алу айтасың. Не ексең, соны ересің. Вот. Дұрыс. Мысалы, бумеранг деген өзің басқа адамға не жасайсың, соны өзіңе қайтып келеді. Мысалы,
Харекет қоры деп ол айтады ғой, мысалы, біреу саған садақа бересің, ол ертең сен қатты бір жерден нәрсеге мұқтаж болып тұрсаң, сол садақа берген адамың Хорошо, Нұрай, шыға бер. мүмкін. Мысалы, қазір сондай адамдар көп, андай адамды кемсітетін, не істейтін. Қазіргі сол адамдардың біразы қазіргі далада өзін төмен жағдайда жеткізіп отыр. Мен өзіме Ондай адамдар қазір ғаламшарда көп, аха. Нақтырақ айтсаң, сен қандай нәрсені айтқың келеді? Нақты. Тұжырымдай жер, қорытындылап жүре ғой. Нақты. Сен қандай адам? Адам мінезін, адам өз-өзін дұрыстамаса, басқаға ешкімге айтуға, не істеуге, мен айтуға құқылы емес. Әуелі өзін дұрыстап алып, басқа адамға не айту керек? Мен айту керек, мысалы. Рахмет, аха. Айдина айта ғой. Айдина айта қойшы. Даусын ашылды ма, Айдина? апай. Аха, айта ғой, Айдина. Мультикта маған, типа, сен жаман досың болады да, и ол саған сенің бір күні андай тастап кетесің, оған барлық затыңды бересің, тастап кетеді. Сол Қазір барлықтарында қосамайсыңдар, барлықтарын айтасыңдар ойларында. Аха, тыңдайын барлықтарында. Асықпаңдар. Аха, Айдина айта ғой. тастап кетеді, дос тастап кеткеннен кейін, сөйтіп сен біреуге жақсылық жасасаң, ол саған, типа, андай, не да? Алдына келеді ғой, аха. Оның алдына келеді. Біреуге басқа айтасың, Айдина осы ғой, аха. Қысқа айта ғой, қысқа нұсқа айта ғой. Нарғыз, қазір қосамын сені, айтасың. Аха. Болды ма, Айдина, осы ма сенің ойын? Түсінгенін? Иә. Аха, рахмет, Айдина. Так, Нарғыз айтсыншы, Нарғыз. Қоспаңдар, баспаңдар еш нәрсені. Мен бір түсінгенім, апай. Қазір айтам, Нарғыз. Досыңа бәрін бөліп бере бересің, бірақ осыған дым бермейді. Мысалы, өзінде бар болса да менде жоқ. Рейтингті айтам, оқушылар шықпаймыз, рейтингті айтам. Алдап кетеді, сөйтіпсе, бірақ сен оған мойымай, оған көмектесе бересің, сөйтіп бір күні басыңа іс түседі, оның да басына іс түседі, сөйтіп ол ештеңе демей жүре береді, сөйтіп жан досым деп өтірік алдап саған келеді да, содан кейін сен оған көмектесесің, бірақ ол сенің айтқаныңды тыңдамай. Бағлан, қазір сені қосам, айтасың, Бағлан, шықпаймыз. Неге шығып кеттік оқушылар? Мен қазір қызық емес па сонда нелер? Мен яқта терлеп. Бағлан тыңдайықшы, Бағлан айта ғой. Рахмет, Нарғыз. Бағлан айта ғой. Саламатсың ба, айта ғой. Адам жетістікке жету үшін қатты емес, жайлап өзінің миымен жету керек. Әрекет ету керек, аха. Мысалы, жаман оны күтпей бүкіл тамақ жеп қойды. Жақсылық күндіге бір саусақпен тамындатып, олардың айтқан секреттерін естіп қойып, солардың алтындарын ұрлап, бай болып кетеді. Барлықтарымды тыңдаймын, оқушылар, менде уақыт бар. Бірақ жаман оны тыңдамай, ол өзінің тамағын ойлап, олар тамақтың бүкілін жеп қояды. Сен ойынша қайсы дұрыс жасады, сен қайсын қолдайсың? Қазір сен қандай адамсың? Жақсы адамдар өте көп па жанында? Достарың бар ма? Жамандық істеген достарың да болған шығар арanda. Ондай болды ма, ондай достарың? Жамандық ойлап тұратын. Ондай болған жоқ па? Қайда кездестің? Бірақ қазір әлі келесіңдер, жассыңдар ғой. Қаншама ортаға барасыңдар, қаншама адамды кездестірсің. Сол үшін сендер жақсы нәрсе ойлаңдар. Ондай үйтіп адамды не қылмаймыз. Хорошо? Болды ғой, тағы да не айтасың, Бағлан? Бағлан. Апай, рейтингті қашан дұрыс, апай? Апай, мен таныншы, апай, кім шығады екен, апай? Ау? Апай, мен айтыншы, кім шығады екен? Жоқ, өзім. Яқта оқушы айтып жатыр. Хорошо, так. Айзерен қосайыншы, мен Айзере, Бағлан, мен Айзере, Серікбай Айзере. Барлығын тыңдаймын, оқушылар.
Уақыт бар менде. Айзере айта ғой. Мен жақсылықты қолдаймын. Себебі бұл Не үшін өмірде, қолдайсың? Ол не үшін саған ұнады? Айта ғой. бұл өмірде жақсылық секілді адамдар аз. Айзереге айтасың, иә. Жақсылық секілді адамдар аз. Мгм. Қолында барын, ал жамандық болса, қолда бардың алтынның қадірін білмеді. Мгм. Мен жамандық адамдарды өте көп кездестірдім өмірімде. Мгм. Сондықтан мен жамандықты қолдамаймын. Біреуге ор қазба, оған өзің түйсін. Өте дұрыс Айзере, сенімен келісемін, барлығы дұрыс. Басқа не айтасың, Айзере, осы ма айтатының? Рахмет көп ойына. Иә. Так, Жания дайындала ғой, сенің зуыңды ашам. Осыны келесі группалай бөлек кіреміз де ма, оның оқушыдан. А то бүгін не болып кетті қатты. Келесі мен осыны ескеретін болам. Так, Жания айта ғой. Естіп тұр ма? Я айта бер, естіліп тұр. Менің бұл мүшелмен түйгенім, жамандық бұл мұсылмандарға тән қасиет емес. Өте дұрыс айтасың. Сосын жамандыққа айтатын өз қолында барына баршылық ет деген. Шүкіршілік болу керек, қанағат болу керек. Мен жаңа айтқан бүкіл оқушылармен келісемін, өйткені бұл жердегі жаманның істегені дұрыс емес. Рахмет, Жания ойына. Ернар қосайын, Ернар айта ғой ойында. Ернар. Естіліп тұр ма? Я. Айтамыз. Сонда осы мәтінде ешқашан бір өзіне досының бір артықшылықты жасамау, тыңдау, оны да ойлау, өзімшілік болмау, Өте дұрыс айтасың. өзінің жұмысты дұрыс істеу, тыңдау, естіп, адалдықты білу және тағы да басқа. Дұрыс, келісемін. Енді келесіде қосам мен Тайырды қосам. Тайыр айта ғой. Бағанда дауысың шықпай қалды ғой, Тайыр. Тайыр айта ғой. Апай, Саламатсың ба, Тайыр айта ғой. мультикті түсінбедім. Өйткені мен ауылдамда мұндай интернет жасамайды. Бізде мультикте жақсылық пен жамандық туралы айтты. Сенде жақсылық деген нәрсені қалай түсінесің, жамандық дегенді қалай түсінесің? Екеуі қарама-қарсы қайшы нәрсе, сен оны қалай түсінесің? Адамдар. Жақсылық ол бір адамға көмек керек болса, бір зат керек болса, екінші адамды сол зат болса, сол затты керек болатқан адамға беру керек. Ал жамандық? Жамандық ол мысалы бір адам бір жейтін зат алған, екінші адам сұрап жатқанда бермей өзі жеп отырған дегендей. Хорошо, болды, түсінікті. Рахмет, Тайыр ойына. Енді Анел тыңдайықшы, Анелді. Анел айта ғой. Анел. Шарқын сөйлей қойшы, шарқынды қосайық біз, Опай. Жарқын айта ғой, қандай ой түсіндің жаңағы мультиктен? Жамандық, жақсылық туралы. Не ойлайсың? Не түйдің? Мен ойымша, жамандықты өмірде ешқашан жасамау керек, өйткені ол сен бір адамға жамандық жасасаң, ол бумеранг болып саған қайталып келеді. Жақсылық жасасаң, ол да саған бумеранг болып, мысалы саған бір жерде көмек керек болса, сен сол көмектескен адам қасында жүріп, саған көмектесуі мүмкін деп ойлаймын. Дұрыс. Келесі, Көбихан. Көбихан айта ғой. Опай. Айта ғой, Көбихан.
ойында? Мен бұл ертегіден түсінгенім, әркімге ойдай көзіне бар нәрсеге қанағат ету керек. Сенің саған жақсылық ойласа, сен оған жамандық ойламауың керексің. Дұрыс айтасың, керемет. Так, енді Каусарды тыңдайық. Каусардың ойы қандай екен? Каусаржан, айта ғой. Менің ойымша, жамандық ол амал дос, ал жақсылық ол адал дос. Себебі жамандық барлығын жақсылықтан бәрін тартып алады, ол кет қалады. Ол сен жылағанда ол кет қалады. Сен ештеңке жоқ болған кезде ол әшейін көмектеспей кетіп қалады. Ал жақсылық ол адал дос. Себебі ол досына досың о деп оған бәрін беріп, онымен бөлісіп, нені беріп, анау атынды сойып беріп, айтқанын істеп, солай адал дос екен. Аха, так, оқушылар. Рахмет, Каусар, ойына. Так, оқушылар бұл жерде негізі біраз нәрсе көрсетілген, яғни бұл өмірде жақсылық та болады, жамандық та болады. Екеуі бір-біріне қатар жүреді. Сол үшін жақсы адам болуға тырысамыз. Осы бастан жақсы нәрселерге ұмтыламыз, жақсы нәрсе ойлаймыз, жаман нәрсені ешқашан ойламаймыз. Біздің ойымыз тек нешқа кіталға түсу. Хорошо, енді мен сендерге рейтингті айтайын, қанша балмен түсіп жатқанын. Хорошо, оқушылар дауыстарын ашайын ба? Так, дауыстарын ашайын барлықтарының. Шуламаймыз, я? Так, ашылды. Мен сайт істеп қойғанмын. Сұрағым бар еді. Айта ғой. Сұрағым бар еді. Нұрдәулет, айта ғой. Осы сұрап бере ма? Оны кейін айтам, өзіне түсіндірем, Пока қазір мен рейтингті айтайын, уақыт болып қалды. Апай, балдарымыз қандай? Болмыштарымыз. Онысы кейін айтайын, соны айтам. Апай, мен айтсам бола ма? Айтсам бола ма? Бағанаға. Айта ғой, айта ғой. Өмірде всегда біреуге всегда жақсылық істеуге болмайды, өзіңнің границаларын білу керек. Мысалы, сен біреуге прям қатты жақсылық істеп кетсем, ол сен көп момент сатып кетіп, сенің барлық жақсылықтарымен кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін өзіңнің жақсы істеріңнің несін білуің керексің. Хорошо, все, рахмет, оқушылар, дұрыс айтасыңдар, барлықтармен келісем. Осылай сендер өз ойларыңды айтып жеткізулеріне тырысыңдар. Апай, бұл не? Так, енді рейтинг айтайыншы. Бұл рейтинг жаңағы нешқа кіталға түскен балдар, шетті, проходной балдар. Көріп тұрсыңдар ма? Апай, айбейді. Тыңдаймыз. Дауыс жауап тыңдаймыз. Мен ғана сөйлейтін болайын. Тұрыңдар. Так. Ой, мынау неге дұрыстап кетті? Кімді дырылдап отыр? Қаншама адам шығып кеткен. Қанша? 10 адам шығып кеткен ғой. Жалтөре. Апай шығып кетті ма? Атерден неше бал боламыз дейсің? Айшаның не жазып тастағанын көрдіңдер. Ауыздарын басында шығып шығармызға. Жамыра бермеңдер. Рахымжан, Басым ауырып кетті ғой.
Mikrofonlarını bölüştürdü. Ya, хорошо. Немені зылдап отырып? Эй, может, сен де дызылдап атқан шығар, өшірші жолыңды. Окей. Өшір видеоларын мен айтамын рейтингті. Өшіріңдер. Так. Оқушылар, бізде Нишпен ктл-дің өзіне түсетін әр рейтингі болып. Көріп отырғандарындай, қазір сендерге көрсетіп жіберейін. Так. Барлығы көрініп тұр ма оқушылар? Қарап жүріңдерші. Ашылды ма сендерге? Көрініп тұр ма фото? Тез. Қағыт жоқ. Көрініп тұр ма не? Көрінді апай. Көрінді ма? Так, Нишпен ктл-ға түскен проходной балдар. Яғни қанша грант беретіні туралы айтамын. Жазбаймыз Гүлназ Мөр. Бұл жерде әр Қазақстан облысындағы Ниш ктл оқу орындарындағы грант саны 1438 бұл алған бағасы, яғни бал түскен бал. Қарашы тыңдаймыз. Астанадағы Ниш бұл физика-математика бағытындағы оған 140 яғни оған 1438 бал жинау керек. Біліп тұрсыңдар ма? Осындай жинау үшін оқуларын керексіңдер. Астанаға түскен оқушылар 1473 бал. Алматыда 1440, Алматыда 2 бағыт бар, химия, физика деген. Осындай балмен ғана түсе аласыңдар сендер Нишқа ктл-ға. Сол үшін тынбай еңбектеніп оқимыз. Бұл жерде Қызылордада химия, биология бағыты бар, оған 120 грант сан бөлінген. Осы ғана сан. Бұдан аз, бұдан көп болмайды. Белгіленген бір ғана цифр болады, нақты количество болады. Осылар ғана 120 бал ғана түседі. Оған қанша оқушы түскісі келеді, бірақ только 120-сын ғана қабылдайды. Ең алған потолок балдар 1310, 1016, 1620. Вот, осындай бал жинаған оқушылар ғана осы Нишқа түсе алады. Түсінікті ма оқушылар? Вот, осындай. Так, одан кейін балық шкалада сендер апталық тест алып жатырсыңдар ғой. Мысалы, кейбіреулерін төмен алып жатсыңдар. Ода минус болады. 300 балдарын кетіп жатыр, 400 балдарын. Әр сұраққа 10 балдан береді дұрыс жауаптарға. Ал сандық сипаттамаға 5 бал береді. Сол үшін осы бастан сабақтан қалмаймыз, оқимыз, осы балға жетуіміз керек. Түсінікті ма? Сендердің алу керек балдан вообще 1,5 бал. Одан балаларым бар ма? Негізгі жинау керек бал 1,5. Мына жақта ең көбі түскендер 1329, 1350. Осы алған балдар осы нелерге түскен, Нишқа ктл-ға түскен. Ктл оңай емес, ешқандай оқу оңай емес, любой жер қиын болады. Жоқ, түсесің, 419-дан смело түсесің. Сол үшін оқушылар апталық тесттегі балдарымызды көтереміз. Плюсқа көтереміз. Сол үшін сыныптан қалмаймыз. Осындай балды алуға тырысамыз. Бұдан жоғары балға тырысыңдар, 1,5 бал. Ең жоғарғы бал 1500 бал. Соған жетуіміз керек. Хорошо, жоқ па оқушылар? Сабақ ұнады ма? Активити ұнады ма? Кері байланыстайықшы оқушылар. Активити қалай болды? Бар ма? Түсінбеген жерлерім болса айтыңдар маған.
Болды ма? Сабақ қалай, активити қалай болды? Давай кері байланыс жасайықшы. Мен қазір звуктарын ашам. Так, активити қалай болды? Сендерге барлығы ұнады ма? Оқушылар? Норма ма? Енді сіздер топқа бөліп өтеміз. 10 оқушыдан ема, 10 оқушыдан так, барлықтарына жеке-жеке түсіндіреді. Хорошо. Рахмет қатысқанда оқушылар. Қазір жоспар жіберем. Сосын маған бірінші күнге дейін, сағат 6-ға дейін орындап жібереміз, иә? Болды ма осы ма? Сендердің нелерді маған айтқан кері байланыстарын. Мен еңбегім қайда қалды, мен сендерге 2 сағат уақыт арнадым. Хорошо. Хорошо, так, сау болыңыз, активити қызық болды менің ойымша. Рахмет, үнжу көп-көп. Ұнаған жоқ. Ұнады, норм, сау болыңыз. Сау болыңдар, аха, қызықты өтті. Рахмет. Айша болды. Рахмет, көп-көп, аха. Я, қазір мен сендерге дедлайн жіберемін, я. Барлығымыз бірге орындап тастайық ертеңге дейін, хорошо. Ендігіде мен сендерді топқа бөліп тастаймын, хорошо. 10-10-дан қатысамыз. Өйткені бала саны көп болғаннан кейін мен біраздарына үлгермедім, хорошо. Ол үшін ренжімейміз. Рахмет, Каусар. Рахмет. Хорошо, рахмет. Оқушылармен видео сұрайын, Сау апай. Аха, бүгін бізде оқушылармен активити Сау болған. болыңыз апай. Сау болыңыз апай. Болыңдар, оқушылар көп-көп. ұнадым. Топқа бөлгенде мен Апай, сау болыңыз. Әпке күшті ұнады. Давайте. Ұнады. Айша болды, ренжіме. Айттым ғой мен сендерге, аха. Пока всем, давайте. Сау болыңыз, әпке. Давайте. Сау болыңыз. Көп-көп рахмет қатысқандарына оқушылар. Мен қазір Сау болыңыз, апай. Давайте. Күшті, бірақ жамыраған болмады. Маған Я, келесіде енді слайд, Жамырағанда. Аха. Все, давайте. Спокойной ночи, демалыңдар. Давай, апай. Мен сіздерге Сау дедлайн болыңыз, жіберемін. әпке. Пока. Давайте. Мен сіздерді жақсы көремін, пока. Жамырағанда. Сау болыңыз, апай. Демалысыңыз қызықты өтсін. Кім қалды? Айқайлағанына тапай маған. Гүлбихан, жарқын қалай ұнады ма? Нұрдәулет? Анел? Апай, норма. Күшті болды. Мен ісілап отырмын. Апай шыға береміз. Күшті болды. Маған не ұнағаны осылар болды. Хорошо. Келесіде де 5-ке бөліп өтеміз. Апай. Не келесіде? Апай. Апай, Ау. маған Не көп қал қоясыз келесіде? ғой. Қандай фильм көрейікші? Кәдімгі. Ау, не деп жатсыңдар? Апай, Не деп жатсың? келесі жолы андай кәдімгі мультфильм көрейік. Андай да. Гарри Поттер көрейік, апай, Гарри Поттер.
Апай, Гарри Гарри Поттер Поттер ауыр болып кетеді Гарри Поттерларын. Көреміз иә уақытысында. Давай, Ертең апай, келсең дадай. Все, хорошо. Барлығымыз шығамыз, Сау давайте болыңыз. демалыңдар. Жақсы өтіңдер Сау демалыстарыңды. болыңыз, Пока. апай. Апай. Давай. Апай, мен жарты жолын қасына оқпай асылып көргенде 2 топқа. Дедлайн ұмытпаймыз, хорошо? Давайте. Иә, әпкем. Да, сау болыңыз. Рахмет көп. Сау болыңыз. Пока. Давайте. Аман болыңдар, сау болыңдар. Давайте. Мен сендерді көремін. Сіз өткен ең алғашқы активити қызық болды. Я, келесе одан күшті болады, прям. Идея деген топ тұрмайды. Так, күшті қалмаймыз. Так, шығамыз барлығымыз, давайте. Дедлайн орындаймыз, демаламыз, маған бірінші күнге дейін жіберіңіз, иә? Всем пока. Всем пока, апай. Апай, біз саған бір мөр. Давайте. Я, аға шығайық, иә? Пока. Ау. Все, пока. Сау болыңдар, оқушылар. Апай, Ау. Жантөренің қасына алып қоясы ғой. Бөлімде 2 топқа мен кеттім. Ештеңе. Я, все. Пока. Кеттім. Давайте оқамыз. Группамыздамыз, давайте, пока. Жақсы демалыңдар.